Сәлем достар, бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз өзара кері сандар. Өзара кері сандар дегеніміз берілген сан мен екінші санның көбейтіндісі бірге тең санды айтамыз. Сонда мысалғы бізде 7-ден 5 саны берілетін болса, яғни осы санды қандай санға көбейткенде нәтижесі бірге тең. Яғни 7-ден 5 санына кері сан ол бізде 5-тен 7. Яғни бірінші бөлшектің алымы мен бөлімі орындарын ауыстырған жағдайда. Сонда Б-дан А-ға кері сан болады А-дан Б. Яғни бұл кері сандардың көбейтіндісі әрқашан бірге тең. Мысалға, тағы бір мысал қарастырайық. 12-ден 5 санына кері сан ол бізде 5-тен 12. Себебі бұл екі санның көбейтіндісі бірге тең. Ал енді аралас санның кері санын тауып көрейік. Мысалға, 1,7-тен 4 санына кері сан қандай болады? Оны табу үшін алдымен 1,7-тен 4 санын аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырайық. Сонда бізде 7-ден 11. Енді біз 7-ден 11 санына кері санды таба аламыз. Сонда бізде 7-ден 11-ге кері сан болады 11-ден 7. Себебі бұл екі санның көбейтіндісі бірге тең. Ал енді натурал санға кері санды тауып көрейік. Мысалға, 9 санына кері сан ол қандай сан? Натурал санға кері сан дегеніміз алымы бірге тең, ал бөлімі сол натурал санның өзі болатын санды айтамыз. Сонда 9-ға кері сан бізде 9-дан 1. Яғни алымы бірге тең, бөлімі сол натурал санның өзі болатын. Енді бұларды көбейтетін болсақ, натурал сан мен бөлшек санды көбейткен кезде 9 бірге көбейтіліп, алымы да 9 болады. Мәні бірге тең. Енді тағы да бір мысал қарастырайық. Мысалға, 3-тен 1-ге кері сан қандай сан болады? Яғни бұл бізде аликвоттық бөлшек, яғни алымы бірге тең. Бұған кері сан әрқашан натурал сан, яғни берілген бөлшектің бөліміндегі 3 сан кері сан болады. Бұлардың көбейтіндісі де бірге тең. Енді бізге бөлшектің құрамында белгісіз әріптер болатын болсын. Мысалға, 7-ден x-тен 1. Бұған кері санды табу үшін, яғни 7-ден x-тен 1-ге кері сан ол бізде 7x болады. Яғни алым мен бөлімін орнын ауыстырғанда бөлімінде бір саны жазылмайды. Бұлардың көбейтіндісі де мәні бірге тең. Ал мысалға, бөлімінде 2a, алымында 5v. Осы берілген бөлшекке кері санды қалай табамыз? Дұрыс айтасыздар. Айтқанымыздай, алым мен бөлімін орнын ауыстырамыз. Сонда бұл бөлшекке кері санымыз 5v-дан 2a-ға тең. Себебі бұл екі бөлшекті бір-біріне көбейтетін болсақ, мәні бірге тең. Енді бізге мынандай теңдеу берілсін. Теңдеуде 1,7-ден 3 x тең болсын бірге. Ал енді бұл теңдеуді шығару үшін біз не істеуіміз керек? Алдымен бізде 1,7-ден 3 ол x-тің алдындағы коэффициент. Коэффициенті аралас сан, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сонда бізде 7-ден 10-ға тең. 7-ден 10 көбейту x тең бірге. Енді ойланыңыздаршы, 7-ден 10 санын қандай санға көбейткен кезде мәні бірге тең. Ол үшін x-тің мәнін табу үшін 7-ден 10-ға кері санды тауып алған жеткілікті. Ал кері санымыз бізде x тең болады 10-нан 7-ге. Яғни орнына қойып тексеріп көрейік. 7-ден 10-ды көбейтеміз 10-нан 7-ге. Мәні бірге тең. Яғни осындай теңдеулерді шешу үшін берілген x-тің алдындағы коэффициентке кері санды тауып алған жеткілікті. Біз сіздермен қарастырдық өзара кері сандарды. Өзара кері сандар дегеніміз олардың көбейтіндісі бірге тең санды айтамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.